Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер достар. Бүгін мен сіздерге өте пайдалы 3-ақ нәрседен тұратын дәруменге толы салаттың рецептін ұсынбақшымын. Достар, менің сіздерге бір өтінішім бар. Менің арнама кіріп, лайк басып, тіркеліп, және де қоңыраушаны басуға ұмытып кетпеңіздер. Себебі менің арнамда көптеген пайдалы рецепттерді және де мерекелік дастарханға арналған түрлі ыстық тағамдардың рецептін таба аласыздар. Ал ендеше достар, салатымызды жасауға кірісеміз. Бізге осындай үкіш қажет болады. Алдымен қызылшамызды алып, үкіштің үлкен көзінен өстіп өткізіп аламыз. Кейін біз үстіне үкішіміздің кішкентай көзінен жұмыртқамызды өткізіп, үстіне қосатын боламыз. Бұл салат бізде өте пайдалы әрі дәмді болып келеді. Кейін үстіне ірімшігімізді қосамыз. Барлық мөлшерлемесін төменге описание жазып кететін боламын. Үстіне бір сарымсағымызды және қалауыңызша бір шым-шым тұзымызды қосып, 2-3 қасық майонезімізді саламыз. Қаймақпен алмастырсаңыздар да болады. Кейін салатымызды жақсылап тұрып, бір келкі етіп араластырып аламыз. Бұл салатты қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады, немесе кешкілік асқа, кешкі астың қасына ұсынсаңыздар да отбасыңызбен жесеңіздер болады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бар болғаны 3-ақ нәрседен тұрады. Құрамы қарапайым, әрі жасалу жолы өте оңай. Бар жоғы 2-3 минут уақытыңызды алады. Жасап көріңіздер, сіздерге ас болсын. Достар, сондай-ақ менің арнамда плейлист батырмасын бассаңыздар, сол жерде көптеген рецепттерді таба аласыздар. Мерекелік дастарханға арналған түрлі салаттар, қыстық салаттар, пиццаның, нандардың, бәліштердің көптеген рецепттерді топ-топтарға бөліп қойдым. Сол жерден таба аласыздар. Менің арнам ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы.